Сәлеметсіздер ме? Мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің негізгі орта білім беру мамандығының физика мұғалімі біліктілігінің 3F1 тобының білім алушысы Зияданова Зарина Ерғазықызы. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Новодельская ауылы Пазылбек Ахметов атындағы орта мектебінде байқау практикасы бойынша педагогикалық тәжірибені өтудемін. Және мен педагогикалық тәжірибемнің әдіскері Келісбекова Бота Төлегенова. Бүгінгі сабағымыз 7-ші сынып оқушыларына арналады. Сабақтың тақырыбы механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті. Сабақтың басты мақсаты пәктің формуласымен танысу және соған байланысты есептер шығару. Жалпы механизмдер істейтін екі түрі болады. Бірінші түрі ол толық жұмыс, екінші түрі пайдалы жұмыс. Жұмыс дегеніміз механизмдердің өздерін қозғалысқа келтіретін жұмыс. Ал пайдалы жұмыс дегеніміз ол механизмдердің қажетті денелерді қозғалысқа келтіретін жұмыс. Осыдан механизмнің пайдалы әсер коэффициенті, яғни қысқаша пәк деп атаймыз. Ол пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасы. Яғни пәк тең пайдалы жұмыс бөлінген толық жұмыс. Енді формула түрінде келтіретін болсақ, это тең А1 бөлінген А2. Пәкті біз это әрпімен белгілейміз. Пайдалы әсер коэффициенті пайызбен көрсетеді. Сондықтан жоғарыда қатынасты біз 100%-ға көбейтеміз. Яғни это тең А1 бөлінген А2 көбейтілген 100%. Енді осы формулаға байланысты есептер шығарып көрейік. Ең жеңіл есептен бастайық. Толық жұмыс 360 килоджоуль және пайдалы жұмыс 285 килоджоуль. Бізге пәкті есептеу керек. Осыдан берілгені бізде 360 килоджоуль және пайдалы жұмыс 285 килоджоуль. Бізге эттан табу керек. Енді ХБЖ, яғни халықаралық бірліктер жүйесі, кило дегеніміз бізде яғни неше дәреже бар? Дұрыс, килода 3 дәреже бар. Яғни 360 көбейту оның 3 дәрежесі және 285 көбейту оның 3 дәрежесі. Енді формула жаңағы айтып кеткендей А1 бөлінген А2 көбейтілген 100%. Енді шешуі. Біз 285 килоджоульді 360 көбейту оның 3 дәрежесіне бөлеміз. Және де бұл жерде біз оның 3 дәрежесі бөлімінде тұрғандықтан ол ағымына көшкен кезде теріс таңбамен көшеді, яғни ол жойылып кетеді және 285-ті 360-қа бөлген кезде 0,79 шығады. Осыдан оны 100%-ға көбейткен кезде 79% шығады. Осыдан бізде жауабы это тең 79%. Енді біраз күрделірек есеп шығарып көрейік. Бұл жерде бізде күш берілген, массасы берілген және екі биіктік берілген. Осыдан эттаны табу керек. Берілгені бізде күш 2,5 килоньютон, массасы 1 тонна және де екі биіктік берілген. Бізге эттаны табу керек. Енді ХБЖ. Массаны біз килограммға айналдырамыз, яғни 1 тоннаны 1000 килограмм және 2,5 килоньютон бізде 2500 ньютон болады. Келесі бізде ары қарай формула кетеді. Иіндіктің пәгі жаңағы айтып кеткендей это тең А пайдалы бөлінген А толық көбейтілген 100%. Енді осыдан бізде пайдалы жұмысымыз П көбейтілген H1 болады, толық жұмысымыз F көбейтілген H2 болады. Және жүктің салмағы бізде P тең mg болады. Енді осының барлығын есептеп көрейік. Шешуі бізде P тең 10 ньютон бөлінген метрді біз 1000-ға көбейтеміз. Бұдан бізде 10.000 шығады. 10.000-ды біз 0,8-ге көбейтіп 8000, яғни А пайдаланы табу аламыз. Және де келесі А толықты табу үшін 2500-ді 4-ке көбейтеміз. Ол 10.000 джоуль шығады. Енді бар болған бізге эттаны табу керек. 8000 джоульді біз 1000 джоульға бөлеміз. Және де 100%-ға көбейтеміз.
бізде это 80% шығады. Енді келесі есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Енді берілген есепті тексеріп көрейік. Бізде ұзындық берілген, биіктігі, масса, күш. Осыдан бізге эттаны табу керек. Енді формуламыз бізде А пайдалы, О тең F көбейтілген L, яғни күш пен ұзындықты көбейтеміз. Ал А толықты табу үшін МГH деген формуламен табамыз. Енді эттаның өзінің формуласы, яғни А пайдалы бөлінген А толық көбейту 100%. Енді осылай шешуі А пайдалы бізде 90 жоуль шықты, А толық 450. Енді эттаны табу үшін 90-ды 450-ге бөлсек, 4,2, оны 100-ге көбейтетін болсақ, этта 20%. Есепті тексеріп шығыңдар. Енді үйге берілетін тапсырма мынадай. Осы берілген кестені қайталап жаттап келеміз. Себебі біз шығаратын пәктің формулалары механикадағы барлық формулалармен тығыз байланысты болып келеді. Және де осы берілген 4 есепті шығарып, қарастырып келеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.